Қымбатты балалар, мен Міржақып Дулатұлы боламын. Бүгін мен сендерге қазақ даласының ерекше бір мезгілі, қыс туралы айтып бергім келеді. Қыс дегеніміз тек аяз бен боран ғана емес, ол табиғаттың тыныштыққа бөленіп, келесі көктемге күш жинайтын кезеңі. Осы қыс атты шағын әңгімемде мен сендерге табиғаттың осы бір ерекше мезгілінде жануарлар мен адамдардың қалай тіршілік ететінін, бір-біріне қалай қамқор болатынын көрсеткім келді. Ендеше көз салып құлақ түріңдер. Қыстың әсем көріністерін тамашалап, оның тылсым сырларын бірге ашайық. Қыс өзенді көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады. Жылы киім киеді. Жарайсыңдар, балаларым, бейнебаянды мұқият тамашалат деп сенемін. Егер мәтінді жақсы түсінсек, менің сендерге қояр бірнеше сұрағым бар. Ойланып көріңдерші. Қыста орманда, өзен мен көлде қандай өзгерістер болады? Мәтінде бұл туралы не айтылды? Осы өзгерістердің себебі неде деп ойлайсыңдар? Неліктен су бетін мұз басып, жер аппақ қарға оранды? Мәтіндегі қояннан бөлек, басқа аңдар туралы не білесіңдер? Олар қысқы суыққа қалай дайындалады екен? Сендердің жауаптарың мен үшін өте маңызды. Өйткені сендер елдің ертеңі, білімге құштар ұрпақсыңдар. Ояу болыңдар, білімге ұмтылыңдар. Сау болыңдар, балалар.